Әбіш диалогы. Ақ пен қара туралы. Түн. Абай қасында Әбішпен бірге отыр. Айлы түн далаға тыныштық пен сыр дарытқан. Әкелі балалы екеуі ойланып қалған. Балам, ақ пен қара тек қана киімнің түсі емес, ол адамның ішкі сыры, жүрегінің нұры мен тұманы. Біреудің ақтыға дал пейілінде, ал қаралыға қыңыр ойында балам. Сонда ақ пен қара үнемі қатар жүре ме? Балам, қатар жүреді. Өмірдің өзі сол күрес, аққа тырысып, қара мен алысып өткен адам ғана тіршіліктің мәнін ұғады. Бірақ балам, есіңде сақта, қарасыз ақтың да қадірі білінбейді. Бірақ неге көп адам қараңыздан келді? Әке, неге адам жол ауырлау? Өйткені қара жол жеңіл, ол нәпсіге майды. Ал ақ жол, әділдік жолы, ол еңбек пен төзім сұрайды. Көп адам аққа құмар, бірақ ақ жолмен жүргеннің артында із қалады. Қара жолмен жүргеннің артында күйік балам. Сонда адам баласы ақ пен қараның арасын өз жүрегімен өлшей ме? Дәл солай балам. Адамның жүрегі таразы. Егер ол таза болса ақты таниды, егер кір болса қараны ақ деп қабылдайды. Бірақ балам, бір нәрсені ұмытпа. Адам туғаннан пәк ақ болып туады. Қараны мына дүние, өмір нәпсіге кетеді балам. Әбіш үнсіз қалды. Әкесінің әр сөзі көкірегіне жоқ болып түскендей. Ай нұры даланы емес, олардың ішкі әлемін жарық